Ассаламу алейкум, құрметті Нұр Қазақстан қажылары. Мына менің артымда тұрған мына Құранның подставкасын көріп тұрсыздар ғой. Бұны арабша Бәбу Мекке дейді. Мекке қақпасы деп аталады. Бұл Мекке қақпасының негізгі идея авторы өзіміздің қазақ Нәзір Төреқұлов деген атамыз. Нәзір Төреқұлов мынау Кеңес үкіметінің Сауд Арабиясындағы ең алғашқы елшісі болған. 8 жыл елшілік қызметін атқарды. Өзі Нәзір Төреқұлов атамыз Құран қари болған, діни медресе бітірген, мықты дипломат болған, 8 тіл білген. Осы Сауд Арабиясының королі алғашқы мемлекет болып құрылған кезде бұлар мынандай талаптар қояды. Біздің мемлекетке елші болып келетін адам Құранды білу керек, арабтың тілін білу керек, шариғатты білу керек. Сол кезде Совет үкіметі конкурс жариялайды. Сол кезде 8 тіл білетін, арабша білетін, Құранды жаттаған Нәзір Төреқұлов атамыздың кандидатурасы осы жерге елші болып келуге сай болады. Сөйтіп Нәзір Төреқұлов атамыз осы жерде 8 жыл елшілік қызметін атқарады. О кезде бұл жаңа мемлекет қой. Абдулғазиз ибн Әли Сауд ол Нәзір Төреқұлов атамызбен өте жақын дос болады. Өте жақын дос болады, тіпті дос болғандығы соншалық әрдайым қасына алып оң қолы қылып алады. Бұны кейбір мемлекеттер көре алмайды. Мынау Совет үкіметімен бұлар қатты жақындасып кетті деп. Сол Нәзір Төреқұлов атамыз мына король Файсалды. Король Файсал ол 3-ші король. Соны 32-ші жылы Совет үкіметінен кездесуге Ленинградқа алып барады ғой. Сол кезде бұлар енді жас мемлекет қой, әлі ештеңе жоқ, бай емес, мұнай да жоқ. Сол кезде Совет үкіметі көп көмектеседі осы Сауд Арабиясы мемлекетіне. Сонда және бұлардан не сұрайсың деген кезде енді қазір айтсақ ұят, күлкіл болып естіледі. Сол кезде бұлар қарызға бәленбай тонна бензин алады ғой. Бензин. Бәленбай тонна бензин алады, солярка бензин. Не үшін деген кезде, мынау Англияның королевасы корольдің семьясына де бір 20-30 автомобиль машина берген ғой. Машина бұларда тұр, бірақ оны жүргізетін дистопливо жоқ. Сөйтіп Совет үкіметімен екі мемлекеттің арасының жақсы болуына елші Нәзір Төреқұлов атамыз өте көп қызмет жасайды. Мына көп жиналыстар Меккеде өтетін болады. А Меккеде өтетін жиналысқа тек қана мұсылмандар ғана қатынасады. Басқа